Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, оқушылар, ұстаздар. Кәрім Мыңбаев атындағы нөмір 59 мектеп-лицейінде бүгінгі таңда Кәрім Мыңбаев мұра және тағылым атты конференциясы өтіп жатыр. Соған орай біз Мыңбаев танушы, осы Мыңбаевтың мұрасын зерттеп жүрген Жабай Нұрмақұлын шақырып отырмыз. Жабай Нұрмақұлы, қош келдіңіз. Мына бүгінгі мереке құтты болсын. Жалпы бүгінгі мерекенің қарсаңында осы біз сіз енді осы Мыңбаев танушы ретінде Мыңбаевтың кітабын жазып шыққаныңызды білеміз. Және оны ең бірінші алғашқы конференциямызда Мыңбаевтың кітабын бізге сыйға бергеніңізді білеміз. Енді осы жалпы өзіңіздің аузыңыздан осы Мыңбаевтың еңбегі, осы кітапқа сізді не итермеледі? Осы кітап туралы кішігірім өзіңіз ақпарат берсеңіз. Рахмет, бауырым. Міне, бүгін Алланың қалауымен үлкен іс-шара өтейін деп отыр. Бұл мына Астана қаласындағы осы Кәрім Мыңбаевтың атын алған 59-шы мектеп-лицей республикамызға танымал мектеп. Биылғы қорытындысы бойынша да міне қарап отырсақ, Астана қаласы бойынша сіздердің мектеп ең алтын белгімен, үздік аттестатпен алдыңғы қатарда екен. Бірінші орын алып отыр екен. Керемет. Өте қуаныштымын. Және де бұны атақты академик Кәрім Мыңбаевтың есімі беріліп жатқанына да өте қуаныштымын. Енді осы Кәрім Мыңбаев сияқты ғалым тұлғалар осы мектепте білімді, өте талантты балалар көп болады деп ойлаймын. Ал енді Кәрім Мыңбаевтың кітабын жазуға не түрткі болды дегенде ой, бұл бұдан енді 18 жыл бұрын дейікші, міне 2006 жылы Кәрім Мыңбаевтың 100 жылдығы мерейтойы республика деңгейінде аталып өтті. Сол кезде мынау Қарағанды облысы Нұра ауданы, ол кісінің дүниеге келген өзі Мыңбай ауылы сол Нұра ауданында. Сол Нұра ауданының орталығы ол кезде Киевка деп аталады, қазір Нұра деп қайта атауын берді. Сол Киевкада 2006 жыл үлкен той өтті республикалық деңгейде. Қаншама қонақтар келді, үлкен жоғарғы деңгейде өтті. Сол кезде өзім естідім. Керемет таң қалдым. Осындай тұлға біздің ауданнан шыққан қалай. Одан іс-шара аяқталғаннан кейін түннің бір уақытында енді Астанаға келе жатырмыз жолда. Сонда ғылыми жетекшім Болат Әбдікәрімұлы, педагог ғылым доктор, профессор Болат Әбдікәрімұлы маған айтты: Жабай, міне 2005 жылы сен қорғадың. Міне Кәрім Мыңбаевты республика бойынша әлі ешкім танымайды. Ешқандай бір кітап шықпады. Енді бұны жазбағанда сен кім жазады бұны? Өзіміздің ауданның азаматын осы деген. Иә, қолға ал деді. Сол кісінің аманаты деуге болады. Содан бұл 2006 жылы. Содан 2012 жылы Жұмабек Тәшенов жайлы біздің мемлекет тарихи институты еңбек жазды. Сол Сейтқали Жақияұлы мен Қанат Еңсенов сол кісілер. Содан кейін Сейтқали ағамыз: Жабай, мына Кәрім Мыңбаев жайлы біраз еңбектерімен таныстым. Керемет тұлға екен. Дәл осы Жұмабек Тәшеновтың жолымен жүріп, монография жазайық деді. Содан жоспар құрып, бұл кісі қай жерлерде қызмет еткен, қай жерлерде еңбек етті, барлығын сол республика бойынша аралап, жаңағы барып, танысып, кітапханадан, архивтардан барлық материалдарды жинап, сол бұл кісінің 110 жылдығына 2016 жылға қазақ тілінде Кәрім Мыңбаев деген монография жазып шықтық. Сейтқали Жақияұлы екеуміз ағамыз. Содан тұсаукесері болды. Сол кітаптың барысында жазып жүргенде бұл кісінің 4 баласы болған екен. 2 қыз, 2 ұл. Сол Джафар деген ұлы 39 жылғы, биыл 85-ке Америкада тұрады екен. ақш-та Нью-Йорк қаласында. Сол кісімен адресін тауып электрон почта хат жазыстық, көп көмек көрсетті. Сол Америкадағы, Нью-Йорктағы ботаникалық бақтан Кәрім Мыңбаевтың еңбектерін тауып берді. Бұл кісінің еңбектері мынау 44 жылы көксағыз, таусағыз жайлы еңбектерін мынау ақш-та және Ұлыбритания, Англияда аударған екен, сол ағылшын тіліне. Сол сақталған екен, соны тауып берді. Сол кезде өзі рахмет айтып отыр. Мен әкемнің енді өмір жолымен айналыспағаннан кейін мына еңбектерін білмейді екем қай жерде. Біз оны Алматыдағы үлкен архивтан сондай дерек таптық, сондай жақтауды. Сондықтан өтініш жасағанбыздың Петербургта. Енді сол Кәрім Мыңбаевтың өмірімен танысып зерттегенде бұл кісі қазақтың енді ұлы дала тұлғалар сериясымен еңбектер шығарамыз. 46 жылы ғылым академиясы құрылғанда сол 30 академик құрған ғой.
соның 15-і басқа ұлт, 15-і қазақ дейікші. Соның ішіндегі осы қазақтың жалғыз қызы бар. Сол міне қалғандары ер азаматтар, осы міне біреуі сол Кәрім Мыңбаев. Сол танысып осы еңбегін жазды. Енді достығына қарап отырсақ, қысқаша мынау оқушыларға да сабақ болады деп үлгі. Бұл кісінің өмір жолы үлгі болу. Қазір енді биология пәнінде Кәрім Мыңбаев жайлы еңбектері жайлы бар, жазылады. Ал достық жайлы. Бұл кісінің 39 жылы жаңағы кандидаттық қорғайды, ғылыми жетекші Вавилов. Бұл кісінің еңбегін арнашып жүргенін таңғалып, өзі шақырып алып, жетекшілік етеді. Содан кандидаттық 37-тен бастап 39-да кандидаттығын қорғайды. Содан 40 жылы докторантураға түсуге кеңес береді. Докторантурада оқып жүргенде 41 жылы бұл кісі Ленинградта қызмет етіп жүреді. Соғыс басталып кетіп, сол отбасын Алматыға жібереді да, әйелін бала шағасымен. Ол кезде үлкен қызы 37-ші Гүлнұр, және 39 жыл жаңа Жафар екеуі бар. Әйелмен Алматыға жібереді де, өзі майор шенімен бұл кісі политрук болып Ленинградты қорғауды атсалысып жүреді. Содан Сталинға мынау қазіргі сол каучук дейді, мынау каучуктың лихорадка деген дейді, сол уақыттарда болған екен. Гитлерде, Сталинда сонда көп мынау техника шығару үшін каучук керек екен. Әр елден жаңағы. Содан қандай ғалымдар зерттеп жатыр десе, айтқан екен, осында Кәрім Мыңбаев кандидаттық қорғаған, Вавиловтың шәкірті, а Вавиловты олар соттап жіберген жаңа 40 жыл. Қандай ұстазды. Содан қайда ол деген соғыста. Содан енді Шерхан Мұртаза ағамыздың айту бойынша Кәрім Мыңбаевты Сталинға кіргізген дейді. 41-де бұл қараша айында ма қайтарады. Сонда Кәрім Мыңбаев кіріп өзін танысқаннан кейін жаңағы айтқан екен. Мен сендерге ғалымдарға жаңағы бұрын беріп жатырмын, не себепте? Енді бұл Ленинградта жүргеннен кейін бұл кете алмадым деген. Жоқ, сен отанға керексің деп Алматыға қайтарып ғылыми жұмысын жалғастыр деп. Содан 41 жылы келеді, Алматыда қызметте жалғастыра жұмысын. 44 жылы докторлық қорғайды Алматыда. Кешесі осы уақытта міне жаңағы оқушыларға айтатын деген, мынау Вавилов үлкен атақты ұстазы болды. 41 жылы, әлі енді мектепте оқушылар тамаша біледі, Жамбыл Жабаев атамыздың Ленинградтық өрендер деген еңбек. Өлең шығартты ғой, қиын заманда Москваны қорғауда сондай республикаға, кеңес үкіметі танымал адамның сондай жасы да үлкен болсын деген, сонда 100-ге келіп қалған біздің Жамбыл атамыздан сондай тапсырыс түсіп өлең жазып береді. Ол Ленинградтық өлеңдерін, рухты көтеру жаңағы жауынгерлердің. Сол кезде бұл Ленинградтың қорғауында жүр ғой қазір. Сол кезде осы міне музейде де көріп тұрып отырмын. Жаңағы тұр. Сонда Жамбыл атамызға жауап берген екен. Бұл кісі Ленинградтық өрендерін бәр газеттерге шығып атады, жаңағы екі тілде таратылып атады. Сол кезде бұл кісі жауап берген екен Жамбыл атаға. Міне, біз қазақ азаматтары сіздің осы сөзіңізді жерге қалдырмай үлгі боламыз, батыр аталарымыздың жолын жаңағы дәлелдейміз деп. Сонда өз жолда бұл Жамбыл атаға жауап берген екен. Көріңіздер ғой. Одан кейін Сталин елге қайтара докторлығын аяқтайды 44. Тұңғыш биология ғылымдарының докторы бұл кісі. Москвада 44 жыл қорғайды. Қазақтан шыққан тұңғыш биология докторы. Сол кезде міне өмірде ойладым, қалай бұл кісі батыр Бауыржан атамызбен достасты, қай уақытта деп. Сөйтсем 44 жылы Бауыржан атамызды да енді жеңіп жатыр кеңес үкіметі, сол әскерлері қайтарған екен де академияға оқуға келген Москваға. Сол кезде Москвада кездескен. Сонда Бауыржан Момышұлы бұл кісінің докторлық қорғағанында қатысқан екен. Сонда айтады ғой, төбем көкке жетті дейді. Мақтанса қазақ бүгін дейді ғой, төбем көкке. Сонда айтады, 18 академик па бір ауыздан қолдап, қол шапалақтағанда айттым дейді, шіркін-ай, қазақтың қандай, қазақ тек қана батыр емес, қазақта міне қандай ғұламалар да бар, ғалымдар деп қуандым дейді. Керемет осы Кәрім үшін міне Мәскеудің төрінде. Одан бұл кісілердің достығы сол 44-те басталғаны, бұл кісі қайтыс болған 48-ге дейін жалғасады. Кейін Алматыда Мұхтар Әуезов, Бауыржан Момышұлы үшеуі бір үйде тұрады. Қазір тақта орнатылған, сол Алматыда бұл кісілердің тұрған үйлерінде. Керемет достық, қандай мынау қазіргі үлгі ғой бізге.
Мысалы міне қазір өзіңіз айтып отырсыз, сіз де Бауыржан Момышұлының елінесіз, ұрпағысыз. Мен міне Кәрім Мыңбаевтың еліненмін, ұрпағымын. Сол кісілердің достығы, сол кісінің сыйластығы бізге үлгі болу керек. Сол міне қазір айтамыз ғой, әр қазақ мен жалғызым деген сол. Сондықтан бұл мектепте міне музей ашылып жатыр, керемет. Осы тілейтінім мынау Алмалтынхан қызы бастаған мектеп ұжымы ұстаздарға, мына шәкірттерге алда да осындай үлкен жетістіктерге жете берсін. Мына Кәрім Мыңбаевтың жолын берсін оқушыларға, ізденімпаз болсын, өмір бойы ізденімпаз бұл кісі міне. Енді өмірі ерте дейміз ғой, енді Алланың жазуы, сол Лысенконың 50 жылдығына бар жатқанда Қазақстанның ғалымдары 48 жылы 30 қыркүйекте сол белгісіз себептерден ұшақ әуеде атылап, сол Балқаштан, дұрыс айтасыз, Балқаштқа келіп, ол кезде самолеттарды білесіздер ғой, алысқа шалмайды, жаңағыдай жанармай құйып отыру керек. Сол Балқаштан, Алматыдан шыққан Балқашқа қонады, Балқаштан жанармай құяды, бұл кісілер демалады, бір жарты сағат па, кейін ұшаққа мінеді, көкке көтерілген Балқаштан 15 минуттан кейін дейді, осылай ашылады. Сондықтан мына кітапты міне орыс тілінде шықты. Сол кезде жаңа айттым ғой, Америкадағы ұлы Джафар Нью-Йоркта тұрады, және егіз Тимур мен Алла деген қыз болады. Алласы Бостонда тұрады. Тимур марқұм қайтыс болған, үлкен атақты режиссер. Қазақта айтады ғой, әкең өлсе де әкенің көрген достары өлмесін деген, әкенің көрген. Сол Қонаев, мынау Дінмұхамед Қонаевтың ұлығы Тимурды кейін шақырып алып, Алматыда Қазақстанның жаңағы дирижер қылып қояды, үй береді, пәтер. Көрдіңіз ғой, Қазақстанда сол Тимур қызмет етеді. Ол кісі енді кеңес үкіметін және Қазақстанның атақты дирижері бәрі, еңбек сіңірген. Осы кітаптың авторы Жабай Нұрмақұлов бүгінге келіп, жалпы өзіңіздің кішігірім біліміңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Жалпы Кәрім Мыңбаевтың, ол кісілер өлмес рухтың иесі, ол кісінің ешқашан рухы өлмейді, ол кісінің жасаған еңбектері біз үшін аманат, біз ұрпақ үшін аманат. Сол үшін кітапты қазіргі жастарымызға, бүлдіршіндерімізге, мектеп оқушыларына, және де осы бейнебаянды қарап отырған барлық оқырмандарымызға осы кітаппен танысыңыздар, Кәрім Мыңбаевпен танысыңыздар. Кәрім Мыңбаев бұл кісі біз үшін ең ұлы тұлғалардың бірі, және бұл кісінің еңбегі біз ұрпақ үшін үлкен аманат, және ол біз үшін үлкен бір жауапкершілік. Аманатта жүрсек, сізді құттықтаймын. Бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Рахмет, өте жақсы айттыңыз. Құрметті қонақтар, бүгін Кәрім Мыңбаев атындағы нөмір 59 мектеп лицейімізде үлкен конференция өтіп жатыр. Конференциямыздың тақырыбы Кәрім Мыңбаев мұра және тағылым. Бүгінгі біздің конференцияға арнайы шақырылған қонағымыз келіп отыр. Ол кісі белгілі ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Сәкен Сейфуллин атындағы біздің ұлттық мұражайымыздың директоры Марат Оралбайұлы. Марат аға, қош келдіңіз. Марат аға, жалпы бүгін енді мына Кәрімнің мұрасы деп атып, Кәрім атамыздың мұрасы, осы Кәрім Мыңбаевтың бізге мына Сәкен Сейфуллин мен сол кісінің қолында оқығандығы, жаңа сіздің докладыңызда қатты ұнады. Осы туралы бірер өзіңіздің ойыңызды білдірсеңіз. Мынау Кәрім Мыңбаев ағамыз 18-ге келгенде ең бірінші қазақтың астанасы Орынбор болған. Орынборға келеді. Орынборда Сәкен Сейфуллин үкіметтің басшысы, Совнарком төрағасы екен. Содан жаңа жерде ал енді Кәрім келген екенсің, қандай оқу таңдайсың? Сонда бірінші сөзінде Кәрім аға айтады екен, бір ақында болғым келеді дейді. Сонда жаңағы Сәкен айтады, ол ақын деген ол өнер. Саған мамандық алу керек. Мен кеше ғана осы Қазақстанның осы тұңғыш жаңағы жер кодексін қабылдадым деді. Көп айтыстар өтті. Сон қазақтың жері қандай шалғай? Ол жерде де қандай нелер жұмыстар өте көп деді. Сол сен ауыл шаруашылыққа бар деді, мәселен. Сол негізі, сол ғылыммен айналыс деді. Ол өте керек ғылым. Сондықтан Кәрім Сәкен атамыздың батасын алып, ең тұңғыш биологияның доктор болды, ең үлкен ғалым болды мынау зерттейтін осы қазақтың жерін. Сондықтан мынау кейін Кәрім аға
осы үлкен академиктермен, Вавиловпен, Владимир Вернадскийлермен сол қарым қатынаста болды. Олар өз еңбектерінде рецензияларына үлкен баға берді. Мен мәселен айтатын едім, геология жағында бірінші Қаныш Сәтбаев болса, ал енді мынау биология жағынан кешегі мынау Кәрім Мыңбаев болады деп ойлаймын. Осындай ғалымдар кімге керек? Бұл ғалымдар біздің қазақтың болашағына керек, қазақтың жастарына керек. Осы әдемі ғимарат мектеп, осы ең әдемі мектеп деп санаймын. Қазақстанда 5000 бала оқиды. Көлемі жағынан да, соңын алтын медальмен де, қызыл нелерін бітіріп жатқандар да балалар көп екен, талантты балалар көп екен. Солар жаңағы Кәрім Мыңбаев атамыздың жолын берсін. Осындай әлемдегі деңгейде ғалым болсын. Нобелевский лауреаттар шықсын осы. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Барлығы сәтті болсын. Рахмет сізге. Бүгінге бізге арнайы келіп, қонақ болып келіп, жалпы ізгі ниетіңізді, тілегіңізді білдіргеніңізге сізге көп рахмет айтамын. Жақсы, сау болыңыздар. Біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің кезекті қонағымыз Қазақстанның халық әртісі, жалпы Қазақстандағы дәстүрлі ән насихаттаушы, Қазақстанға белгілі біздің әншіміз, ел ағасы, біздің жалпы осы бүгінгі конференциямызға арнайы шақыртылған қонағымыз Қайрат Байбосынов. Қайрат аға, қош келдіңіз. Қайрат аға, жалпы бүгінгі Кәрім Мыңбаевтың мұра және тағылым атты конференциясынан осы бүгінгі Кәрімге арнап жаңа өзіңіздің жүрек жалы тілектеріңізді айтып жатсыз. Жалпы енді осы бүгінгі Кәрім Мыңбаевтың мұрасы туралы өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз жалпы. Енді бүгін мынау бір жиналыс өте жақсы жиылыс болды. Ол кісінің өмір тарихын, жүрген жолын, еңбектерін қаншама дүние ол кісі қалдырып кетті. Небәрі 44 жасында қайтыс болды дейді. Сол жаста болса бүкіл дүниені қопарып кеткен екен. Осыны көріп, естіп таң қалдық. Біріншіден осы мектептің аты берілгеніне қуаныштымыз. Енді осы мектептің балалары сол бабасының мұрасын әрі қарай жалғастырып, жаңа музейді көрдік, лабораторияларымызды көрдік. Осының бәрін жалғастырып, жақсы білімді, сауатты жастар шықса деймін. Соған тілектеспін. Ал енді Кәрім Мыңбаев атамыздың қаншама қыруар еңбектері бар. Оның халықтың біреу білсе, біреу білмейді. Сол кеңінен насихатталып, кеңінен халықтың арасына жастарымыз бар, үлкендеріміз бар, біліп, оқып, тоқып, ол кісінің кім болған, қандай қайраткер болған, соны жете түсіне білсе, сол жайында ғылыми жаңағы орталықтарда жеке-жеке ол кісінің өмірінен, ғылымынан ашатын жаңағы бөлімдер болса, әрі қарай жалғастырып көркейте берсе деген ой арман ғой. Рахмет сізге. Жалпы мынау енді бүгінгі Кәрім Мыңбаевтың мұрасы ретінде мектебімізде мұражай ашылды. Мына мұражайдың ашылуында өзіңіз болдыңыз. Жалпы осы мұражайдың жаңа цифрлы форматтағы ашылуы, оның ішіндегі жалпы қойылған мәліметтер, мағлұматтар, солардың осы мұражай туралы жалпы бір-екі ауыз өзіңіздің ойыңыз. Мұражай бір күнде құрала қоймас деп ойлаймын. Ол күндер күн санап, жыл санап молыға береді, қорды ауқымы кеңейе береді. Сондықтан осы мұражайдың бір Астана төрінде бір белгілі бір үлкен бір дәрежеде ғылыми мұражай болып әрі қарай дамып өтуіне тілектестігімді білдіремін. Рахмет аға. Жалпы мына бүгінгі конференциямызға қатысып, өзіңіздің жалпы ойыңызбен бөлісіп, мына біз келешек ұрпаққа Кәрімнің мұрасын өшірмеу үшін жалпы мынау жасаған істеріңізге алғыс айтамыз. Жалпы бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болайық. Әрқашан мына тұлғамен тәрбиелеу ол біздің жас ұрпақтың алдындағы үлкен біздің мақсатымыз, міндетіміз. Ол үшін біз үшін үлкен жауапкершілік. Жүздескенше аман саулықта болайық. Рахмет. Sömbür
Қара көзің, тәттай сөзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің.